Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Кекбай Алтынбек Камаланұлы, информатика пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы компьютердегі деректерді қалай қорғауға болады. Ақпаратты қорғау дегеніміз не? Ақпаратты қалай қорғауға болады? Ертеде адамдар ақпаратты қорғауда қандай әдістерді қолданған? Ақпаратты қорғаудың қандай заманауи тәсілін білесің деген сұрақтар аясында жұмыс жасау үшін сабағымыздың мақсаты құжатқа құпия сөз орнату. Технология дамыған ғасырда компьютерде күнделікті әртүрлі құжаттармен жұмыс істеуге тура келеді. Кейбір құпия құжаттар өзге адамдардан құпия ұстау керек. Компьютерде деректердің құпиялығына қатысты мәселені шешудің ең оңай жолы бар. Яғни тек өзіңізге қатысты құжаттарды құпия етіп компьютерде сақтап қоюыңызға болады. Компьютер пайдаланушыларының көбі жеке жазбаларын Word мәтіндік редакторында жазады. Word құжатына құпия сөзді орнатқаннан кейін құжат шифрланады. Мұндай құжатты ашқан кезде құпия сөз енгізу керек, әйтпесе құжат ашылмайды. Біз Word мәтіндік редакторында жасаған құжаттарға құпия сөз қоюды үйренеміз. Құжатты қорғауда құпия сөз қою жеткіліксіз. Құжатты сенімді қорғау үшін таңдаған құпия сөз күрделі және ешкім шеше алмайтындай болғаны дұрыс. Word мәтіндік редакторында жасалған құжатқа қалай құпия сөз қоюға болады? Word мәтіндік редактордың іске қосып, белгілі бір тақырыпта құжат дайындалуды бастайық. Ол үшін келесі командаларды орындап, мәтіндік редакторды іске қосамыз. Іске қосу, барлық программа, Microsoft Office, Microsoft Word. Редакторды іске қосқан соң қажетті мәтінді енгізіп, құжатқа атау беріп сақтаймыз. Құжат сақталғаннан келесі қадамда файл мәліметі, құпия сөзбен шифрлау командаларын орындаймыз. Құпия сөзбен шифрлау терезесі ашылғанда құжатқа құпия сөз кіріктірілетін жолақ пайда болады. Таңдаған құпия сөзді енгізіп, оны қайта растау үшін тағы да бір қайталап жазу, құжатқа құпия сөз таңдауда оның сенімділігіне мән беру керек. Қарапайым құпия сөзі бар құжатты ашу оңай. Ол үшін құпия сөздің сипаттамасы мен оны таңдаудың әдістерін және ережелерін білген жөн. Құпия сөзді сипаттаудың өз әдістері бар. Оны келесі кестеде көріп отырмыз. Сенімді құпия сөз құрастырудың 5 ережесі. Құпия сөздің ұзындығы 8 таңбадан кем болмасын. Құпия сөзде бос орындар пайдаланба. Латын әріптерінен басқа әріп қолданба. Құпия сөзде бас әріптер, кіші әріптер және сандарды қолдан. Құпия сөзде арнайы таңбаларды бірге қолдан. Құпия сөздің күрделілігінің 3 деңгейі. Сенімді емес, тек бір тіркелімдегі әріптерден немесе тек сандардан тұратын құпия сөздер. Сенімді 8 және одан көп таңбадан тұратын тек бір тіркелімдегі әріптер мен сандардан құралған құпия сөздер. Өте сенімді 8 және одан да көп таңбадан тұратын тіркелімдегі әртүрлі әріптерден, сандардан және арнайы таңбалардан құралған құпия сөздер. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болатын болса, онда келесі тапсырманы орындайық. Өте керемет, бәріміз де осылай тапсырманы орындады деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.